Күн атышулы 11-11 акциялар күні. Алайда көбіміз қолданушылардан келіп түскен сұрақтар, корзинаға қалай салуды білмейміз, мына скидканы қалай қолданамыз. Көбі бізде түсіндіреді, барлық видеоларда болсын, тиктокта болсын. 100 юанға товар жасаңыз 10 юан экономдайсыз, 200 юанға товар жасаңыз 40 юан экономдайсыз. Алайда оны қалай қолданамыз, қалай корзинаға жинаймыз? Біз оғанға дейін товарлардың барлығын жүрекшені басып, осылай корзинаға жинақтап жүргенбіз, мына корзинаға. Ал 11-11 акциясы бойынша өзінің бөлек корзинасы бар. Ол үшін мына жерде басамыз. Мысалға 200 юанға товар жинасам, 40 юан жеңілдік алады екенмін. Міне, әрбір товардың астында өзінің корзиналары тұр. Сол корзинаның үстінен басамын. Мысалға мына корзинаны басайын. Товардың әдеттегідей түрін, түсін барлығын таңдаймыз. Міне, корзинама түсті. Корзинаның суретін бассаңыз, барлық жинақталған товарларыңыз тұр. Қазір мен 200 юанға келтірейін. Мына жерде артық таңдалып тұр менде. Мына товарды азайтайын. 234. Жалпы 234 юанға менде товар жинақталды. Яғни бұл товарлардың барлық 11-11 акциясымен тұрған товарлар. Енді оплатаға қарай өтемін. Әрбір товардың жанында осылай қанша скидка жасалған жазылып тұр. Барлығын қоса келе менде 200 юан болды. Минус 40 юан мен экономдап тұрмын. Яғни 11-11 акциясының скидкасын осылай қолданасыздар. Видео пайдалы болса, каналға тіркеліп лайк баса кетіңіздер.